Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге Айдананың қуыршағы 6 бөлімін айтып беремін. Артынан келіп, лайк басуды ұмытпаңдар. Ал ендеше бастаймыз. Қуыршақ Айданаға, сізден менің баламды көрмедіңіздер ме? Деді. Айдана, сізде бала бар ма? Деп сұрады. Қуыршақ, я, менде бала бар. Оны бір адам алып кетті, деді. Айдана таң алып қарады. Сіздің балаңызды қалай алып кеткенін айтып беріңізші, деді. Жарайды, деп қуыршақ бастады. Судан бір адам жүзіп келе жатты. Ол менің баламды іздеп келе жатқандай болды. Менің балам алып еді. Ол адамның қолын тістеп алды. Адам сол кезде талып қалды. Мен балама таста, қаш деп қанша айғайласам да, балам мені тыңдамады. Сөйтіп үстіден бір адам менің балам мен бір қара түсті адамды көтеріп алып кеттім. Мен баламды іздеуге тырыстым, бірақ таба алмадым, деп көзіне жас алды. Сөйтіп толқын соғып, мені теңіз жағасына итеріп тастады. Сол кезде сен мені тауып алдың, дедім. Айдана, онда неге маған айтпайсың? Мен сені теңіз жағасына жіберер едім ғой, дедім. Қуыршақ, мен саған айтуға қорықтым, дедім. Қуыршақ, сіздер менің баламды табуға көмектесесіздер ме? Деп сұрақ қойды. Айдана, я, көмектесеміз. Менің әкем мықты. Менің әкем сіздің балаңызды тауып береді, деп жауап берді. Сол кезде қуыршақ қуанып, суда әрі-бері жүзе бастады. Егерде балалар бұның жалғасын көргілеріңіз келсе, оны 7 бөлімін күтіңіздер. Сау болыңыздар.